Гүлекей, енді бұл айтып отқаныңыз да дұрыс, оған да қосылам. Бірақ ең бірінші мәселе балық басынан шіриді деген бар ғой. Burada балық басынан шіриді болғанда ең бірінші тәрбие өзімізден ғой. Баяғы тәрбиені бере аламыз ба? Баяғы үлкен кісілердің тәрбиесін бергендей. Әрине. Тәрбие отбасынан басталады. Қазір мысалы, қазіргі балдар мектепке барған кезде апай бірдеңе десе болды, апаймен ерекше шығады. Баяғыда біздің кезімізде каникулда жүріп, көшеде ойнап жүрсең, апай келатса қашатынбыз. Ойбай, апай келатыр. Дұрыс айтасыз, Мектепке барған кезде айтып қояды. Ал сосын әке болсын, шеше болсын, бір жаққа кетіп бара жатқан кезде қайда барасың, қашан келесің деп сұраған кезіңіз болды ма? Жоқ, әрине. Ал қазір ше, қайда барасың, қашан келесің? Бармай қойсай. Сол тәрбиенің бәрі өзіміз құртып жатқан жоқпыз ба?